Баршаңызға қайырлы күн, құрметті қыздар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода аз уақытта дайындалатын өте дәмді песочный самсаның рецептісін көрсететін боламын. Дәмі кәдімгі кофейняда сатылатын самсалардың дәмі сияқты болып шығады, және де жасалу жолы өте оңай жасалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызға 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық сода және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай қолымызбен үгітіп аламыз. Келесі 2 дана жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ және де жарты стакан кәдімгі суымызды құйып, жақсылап қолымызбен кәдімгі жұмсақ қамыр илейміз. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Міне қыздар, бізде осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Енді салафанға салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Міне тоңазытқышта 1 сағаттай тұрды. Кәдімгі майлары сіңіп, өте әдемі болып тұрады. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды 2 бөлікке бөліп, қолымызбен жайып аламыз және де бірдей формаларға бөліп аламыз. Міне осылайынан домалақ етіп қойып, алдын ала дайындап аламыз. Менде осы қамырдан 30 дана форма шықты. Мен бірақ бұл жолы басқаша түйіп көрсететін боламын. Яғни осы ингредиенттерден 30 шақты самса шығады. Салмасын өз қалауыңыз бойынша кез келген нәрседен жасай берсеңіздер болады. Кәдімгі сиыр фаршы және де пияз қосып жасасаңыздар да болады. Енді ол әркімнің өз қалауы бойынша. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылайынан жайып, салмамызды салып, өз қалауыңыз бойынша 3 бұрышты етіп түйсеңіздер де болады. Мен енді бұл жолы басқаша етіп түйіп көрсетемін. Осылайынан 1,5 қасықтай салмасын салып, екінші жайған қамырымды міне видеода көріп тұрғандарыңыздай бетіне жабамын және де дәл осылайынан түйіп шығамын. Сол кезде өте ерекше әдемі болып шығады. Міне қыздар, түйу жолы да өте оңай. Мендегі салма кәдімгі сиыр фаршы, шамалы асқабақ және де пияз қостым. Өте дәмді болып шығады. Міне осылайынан түйіп шығамын. Міне қыздар, біздің самсамыз өте ерекше болып шықты. Келесі қалған бөліктерінде дәл солайынан жасап шығамыз. Енді сіздердің өз қалауыңыз бойынша кәдімгі самсаны 3 бұрышты етіп түйсеңіздер де болады. Бұлайынан үстіне қамырды жаппай, кәдімгі бір қамырдан жасай берсеңіздер де болады. Енді менде бұл рецепттен 15 дана самса шықты. Егер де сіздер бұлайынан жасамайтын болсаңыздар, сіздерде 30 дана самса шығатын болады. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей барлық самсаларымызды түйіп дайындап алдық. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып, қалауыңыз бойынша күнжіт немесе мак сеуіп, қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің песочный самсамыз толықтай пісіп шықты. Өте дәмді болып шықты. Және де 2 сағатта тез дайын болатын самсалардың бірі. Кәдімгі қатпарлы самсаны жасағанда өте ұзақ дайындалады. Оны жайып, ортасына майын жағып, біраз уақыт күтіп тұрасыздар. Ал бұл өте тез дайын болатын самсалардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер қыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.